Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, ылғалды әрі ерекше дәмді шоколадты пирогтың рецептімен бөлісемін. Шоколад сүйетін жандар үшін бұл нағыз таптырмас десерт. Ендеше бірге жасайық. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнға ванилинді, какаомызды, қантымызды, жарты шай қасық тұзымызды салып, барлығын лопаткамен араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді 3 жұмыртқамызды жарып алып, үстіне сұйық майымызды, сүтімізді құйып алып, 2 ас қасық ас содасына 1 шай қасық алма сірке суын қосып, жаңа тестімізға қосып алып, барлығын венчикпен жақсылап, бір текті етіп араластырып аламыз. Мінекей біздің тестіміз іртік қалмайтындай болып, әдемі болып шықты. Енді оны табамызға қойып, қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз пісіп шықты. Піскен-піспегенін ағаш таяқшасы арқылы тексерсеңіздер болады. Енді ганашын дайындаймыз. Ол үшін бір Қазақстан шоколадына жаңа 40 грамм сүтімізді құйып, ертіп алып, жаңағы пирогымызға құйып шығып, лопаткамен тегістеп аламыз. Бетіне әдемілік үшін арахисті майдалап сеуіп қойсаңыздар болады. Мінекей осымен біздің жұмсақ әрі ылғалды шоколадты пирогымыз дайын болды. Қамыры өте оңай дайындалады, ал үстіндегі жылтыр шоколадты ганаш оған ерекше сән мен дәм береді. Рецепт сізге ұнады деп үміттенемін. Егер видеом пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойып, қолдау білдірсеңіздер екен. Келесі видеода тағы да оңай әрі дәмді рецепттермен кездескенше аман сау болыңыздар, ас болсын.